Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі жанында тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетін құру халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға оң әсерін көрсетті. Қазақстан Республикасы үкіметінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң жобасын жаңа редакцияда әзірледі. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы жаңа редакциядағы заң жобасының екінші топтамасының жаңашылдығы тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі омбудсмен институтын енгізу. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның негізгі қағидаттарын кәсіпкерлік субъектілері көрсететін қызметтердің барлық салаларына тарату және омбудсменнің мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге міндетті түрде қатысуы. Азаматтық іс бойынша сот бизнес субъектілеріне қоғамдық институттардың пайдасына салатын айыппұл туралы норманы қалпына келтіру. Тұтынушылардың шағымдарын қарау және тұтынушылық дауларды шешу жүйесін жетілдіру. Өтінішті қарауды көп сатылы жүйесінен екі сатылы жүйесіне көшу. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесінің субъектілерін айқындау. Құрамына үкіметтік сектордан басқа соттар, қоғамдық соттан тыс институттар мен кәсіпкерлер кіреді. Қашықтықтан электрондық сауда сегментіндегі және оның бетпе-бет нысандағы қоғамдық қатынастарды реттеуді синхрондау. Ұжымдық талап арыздар институтын енгізу. Құзыретті орган немесе мемлекеттік органдар құқықтары бір мәселе бойынша бұзылған тұтынушылардың белгілі бір тобының, 5-тен кем емес немесе тұтынушылардың белгісіз тобының құқықтары мен заңды мүддесін қорғау мақсатында сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы. Тұтынушының құқықтарын бұзатын және қысым жасайтын талаптардың тізімін кеңейту және оларды шарттарға енгізуге жол бермеу. Тұтынушы бизнес субъектісімен жасалған шартта мұндай талаптардың жарамсыздығы, сондай-ақ осындай шарттардың нақтылануы. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңымен интеграция. Екінші топтаманың жаңашылдықтары қазақстандықтардың өміріне қалай әсер етеді. Тұтынушылар өз құқықтарын қорғайтын тиімді құралдармен қамтамасыз етіледі. Халықтың және де бизнес қауымдастығының тұтыну мәдениеті дамиды. Қазақстандықтардың өмір сүру сапасы артады.